Психологиялық тест. Адамның мінезін саусағына қарап тануға болады. Екінші және төртінші саусағыңыздың ұзындығына назар аударыңыз. Төртінші саусақ екінші саусақтан ұзынырақ болған жағдайда. Мұндай адамдар әдетте батыл, шешімді тез шығаратын, ақылы, логикасы дамыған адамдар. Және басқа адамдардан қарағанда мұндай адамдар ақшаны көбірек табады. Төртінші саусақ екінші саусақтан қысқа болған жағдайда. Әдетте мұндай адамдар тәкаппар болып келеді. Олар бірінші болып ұсыныс жасағанды ұнатпайды. Ол тек махаббатта ғана емес, бизнесте де солай. Және де бұндай адамдар өзін мақтағанды бағалайды, өзін жоғары санайды. Төртінші саусақ пен екінші саусақ бірдей болған жағдайда. Бұндай адамдар әдетте ашық, көңілді, жарқын болады. Және де кикілжіңді, ұрыс-керісті ұнатпайды, барынша кикілжің тудыратын ортадан өзін алшақ ұстауға тырысады. Және де бұндай адамдар тазалық пен тәртіпті жақсы көреді.